Ләйлә айға қараған қалпы қалғып бара жатыр. Селт етіп көзін ашты. Жанарынан үзілген бір тамшы жас дір етіп егіне құлады. О, Жарығай! Мүсіркеме сен мені. Мен күнәсіз қыз болам. Сезімім бүтін, ақылым дұрыс. Бірақ мынау тіршілік дүниесіне безінген жұдырықтай жүрегім кетпен қасіретке толы. Мен өзіме адам сияқтымын, бірақ басқаларға адам емес, адам кейпін тәубеге түсіретін мүгедекпін. Қарауылдың адамдары мені көрген сайын, мұны Алла тағала адамдар тәубесіне келсін, қол аяғының саулығына, 12 мүшесінің дін амандығына шүкіршілік етсін деп жаратқан дейді. Солай ма, Жарығай? Мен саған ғана, сенің өзіңе ғана сенемін. Тым болмағанда, үмітімді сен ақтарсың. Сонда... Мама, сен мені таппай қаласың ғой. Келеді бір еске түсіп кетсін. Мам, енді сені табу қиындайды. Ойласам көзден жасым тыйылмайды. Алатауым, жұпарым, арманым бұл. Туған жердің топырағы бұйырмайды. Анашым, білесің бе? Хайуанда тастамайды екен баласын. Жоқ, мына мендей сұлу періштені. Енді қайдан табасың? Таппайсың, таба алмайсың. Кеудемдегі сен деп соққан жұдырықтай ғана жүректе мәңгілікке сұрақ болып қана қаласың ғой, мама. Балалар үйінің терезесінен үнемі сыртқа қараймын да отырам. Сол сырттан әлдекімді күтем. Әлдекім дегенім, ол сенсің, мама. Анашым, білесің бе? Анашым, білесің бе? Кеше мені тәрбиеші апай ұрды. Жоқ, ештеңе істегенім жоқ. Тек жай ғана осы жерде сені күтіп отырған кенет сырттан жүзі жылы әйелдің бейнесін көрдім. Оны өзімнің анам екен деп артымнан, мам, сен мені алып кетуге келдің ғой деп жүгіре бергенімде, терезе алдында ақгүл жерге құлап түсті. Тәрбиеші апай оны көріп мені ұра жөнелді. Апай, мен емес дегеніме қарамастан ұрды, мам. Анашым, мен қатты қиналып кеттім. Мені мына жерден алып кетші. Сезем, білем, сен де мені армандайсың. Бірақ, анашым, неге өмірімді талқандайсың? Мені тастап, анашым, мойындашы, мына сен емес. Мына мен емес, мына сен жетім болып қалғандайсың. Жоқ, орнатпа басқа жүрек. Басқа лүпіл жасама басқа леп. Қалай айтам бүлінген жүрегімді, білдірмей доғдыр алып тастады деп. Өңгері, өгей жүрек қайда барам, өзгенің ғұмырын қалай пайдаланам. Жоқ, дәрігер, қозғама тамызбас. Әрбір жүрек. Жүрегісің анауының, жүрек ана, мен өзіңнен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін. Сенсіз мынау керегіне қаламын. Сенің әрбір тынысыңмен күн кешемін. Сен арқылы тіршілікпен тілдесем, ел бетіне қалай түзу қараймын. Ана тілім, егер сені білмесем. Өтеді кім оған ана тілі. Қызғалдақтай атылған қара түрін, ата-ананың дегендей қанатымын. Сен екеуің сөйлесің басқа тілде, үйретеді кім оған ана тілін. Сол емес пе, күні-түні қарайтының, бақытына өміріңнің балайтының. Інім өзің сөйлесің басқа тілде, үйретеді кім оған абай тілін. Ол өзіңдей дегбірсіз күтті әр күнін. Ер жеткен соң өмірдің құптарғынын. Басқа тілде сөйлесің інім өзің, үйретеді кім оған мұхтар тілін. Үйретеді кім оған қазақ тілін. Еркін құста елімде азат бүгін. Жаманбыз ба сонша біз ойлаш өзің, шырауында кетеріндей бозаттының. Саған айтам, қазақтың қара көзі, басталды ғой заманның жаңа кезі. Үйрет оған өз тілін, ана тілін, басқа тілде үйреніпті алады өзі. Төрт ана, тағдырыңды тамырсыздық індетінен қалқала. Мазмұн жоқта, мазмұнсыздық шығар келер ортаға. Әр адамда өз анасына, басқада ғұмырына етер мәңгі астана. Демеп жүрер, жебеп жүрер арқада болу керек құдіретті төрт ана. Туған жері, түпқасығы айбыны, туған тілі мәңгі неге айдыны. Жан байлығы, салт дәстүрі тірегі қадамына, шуақша шары немі. Және туған тарихы, еске алуға қаншама ауыр әрі қасіретті болса да. Құдірет жоқ, төрт анаға теңгелер, онсыз сана қақпаққа ұқсап сенделер.
өзге ананың ұлылығын танымас. Мен бармын қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүрек тілім мен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Ол да өзіндей тепусіз күтті әр күні. Ержеткен сон өмірдің құптар құнын, басқа тілде сөйлейсін інім өзін, үйретеді кім оған мұхтар тілін. Үйретеді кім оған қазақ тілін, еркін құста елімде азат түбін, жаманбыз ба соншама біз ойла сөзін, шылауыңдар кетердей бозатымын. Қанша мақтап, сен бе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегімен ақылың екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз болып мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қос алдап, салпылдап сағын қоған бойын етпе. Ішінде өз-өзіңді жақсы көр, алдарынан шықсан десең жақсы жол, жақсы жанды жолықтырғың келсегер, ең бірінші өзің сондай жақсы бол. Мейірімнен шуақ шашып маңайға, көмегіңді көрсете біл талайға. Мына арманнан аттап өту керексің, бір арманға жету үшін қалайда.